Аяқ күнде бұқаралық ақпарат құралдары мен әлеуметтік желіде үлкен шу тудырған оқиға Түркістан облысында орын алған. Ондағы ақпараттарға сүйенсек, 33 жастағы балабақша күзетшісі 6 айдан бері кішкентай бүлдіршіндерге азғындық жасаған көрінеді. Күдікке ілінген жігіт туыстары мен көршілерінің балаларын ойнатамын деп сылтауратып, артынша арам пиғылын жүзеге асырыпты. Кеше әбетте естідім, осы жаз айында зорлық-зомбылық жасаған көршім ағайыным. Неге больницаға барып тексерттім, бәрі айдан анық көрініп тұр. Оны 5 уақыт намаз оқып жүрген жігіт, оны білмейміз, осы уақытқа дейін бетімізге дым болмағанғыста жүр. Одан ешқандай күдік болған жоқ, тем более ағайынымыз, көршіміз. Бет жүзін көрсетпей тұмшаланып сұхбат берген бұл әйелдер Аядай Шәуілдір ауылының тұрғындары. Жұрттан жаппай көмек сұраған олардың басты талабы өрімдей қыздарды қорлаған күдіктіні қатаң жазаға кесу. Еліміздің оңтүстігінде орын алған оқиғаға байланысты көреміз журналистік зерттеу жүргізіп, айтуға ауыз бармайтын сұмдық қылмыстың сырын ақтару үшін арнайы Түркістан облысына аттанды. Қоғамдық резонанс тудырған мәселені зерттеу үшін көреміз ұжымы арнайы Түркістан облысы Шойманов ауылына келді. 7 және 9 жастағы бүлдіршінге азғындық жасады делінген күдікті дәл осы үйде анасы және туысқандарымен бірге тұрған. Алайда бүгін үй тұрғындары туысқандарын көшіртіп жіберген көрінеді. Нақтырақ тоқталар болсақ, қоршауы жоқ мына үйдің 7 жастағы бүлдіршіні қорланған делінсе, бұл үйдің 4-ші сынып оқушысы зардап шеккен. Ал көрші шаңырақта 9 жастағы бүлдіршінге азғындық жасалыпты. Балалардың барлығы рулас, қатар ойнап жүрген жамағайындар. Ол жала өткен. Жақын ғой жетімдер ғой. Ойнаға келгенде ойнап та кетеді ғой, бала бағасы ойнайды ғой енді. Баласы ойнайды, кетеді енді. Бәрі доп ойнайды, жаздай бала. Жақсы ғой, бәрі бір-біріне Құран оқытып, шақырып, бір-біріне сөйтеміз, мысалы. Тойға барсақ, бірге тойға барамыз. Қыздар нарада ойнайды, бұрышта ойнайды. Айтуға ауыз бармайтын оқиға 19 қазан күні орын алған. Дәл сол күні полицияға бірнеше ата-анадан арыз түсіп, 33 жастағы күдікті темір торға қамалыпты. Артынша бұл жағдай бақ беттеріне басылып, әлеуметтік желі арқылы әйгілене бастады. Сорақысы сол, педофил бір емес, 15 бүлдіршіннің көз жасына қалуы бек мүмкін деседі. Бұл қаншалықты рас? Зорлық көрген қыздар саны қанша? 3 ме, 15 бе? Тілшілеріміз факт-чек жасады. Жаңа сексуальный контакт дейді, жаңа попытка дейміз, орысша айтқанда, ол көрініп тұр көзге. Қыздың өзімен сөйлестім, қыз барлық сұраққа 2014 жылғы қыз барлығын баяндап айтып отыр, қалай жасады, қай жерде болды, не істеді. Қай жерде болды? Өзінің үйінде, жаңағы ер кісінің өзінің үйінде, сол шағын бір времянкасы бар екен, сол жерде болды деді. Іш киімін шешкен, қыздың сипалаулар болған, сондай жағдайлар болды деп анық айтып тұр. Бірақ үлкен одан кіші бір қызымыз, ол 2016 жылғы қыз. У него кішкене енді психический расстройство, конечно. Ол қыз барлық сұраққа толық жауап бермейді. То же самое киімін шешкен, киімдерін шешкен, сипалаулар болған. Дәрігердің айтуынша күдікті кішкентай қыздарды үйіне алдап алып барып, артынша осындай айуандық жасаған. Бұл жайлы біреуге тіс жарсаң, таяқ жейсің деп ұмыттыру үшін тәтті алуға ақша беріп отырған. Мына 2014 жылғы қыздың айтуы бойынша, сол времянкада осындай көріністен кейін, мамаңа айтсаң, в общем, таяқ жейсің, папаңа айтсаң, үйтем, бүйтем, в общем, угроза. Содан кейін ақша берген. 1000 теңгеден ақша берген. Ақша берген. И сосын мен айттым, сен мамаңа оны ақшаны қайда бердің, қайға жараттың? Сосын ол айтты, мен оны ақшаны жаратқан жоқ, мен мамама бердім. Сосын мен айттым, мамаң сен сұрамадың ма, қайдан алдың ол ақшаны деп. Сен ана кішкентай балаға қарадың, поэтому ақша берді деп. Алайда азғындыққа ұшыраған балалардың санын гинеколог жария етпеді. Десе де абыройы тапталған 15 қыздың барын ауыл тұрғыны растады. Әлі белгісіз болып тұрған 3 қыз бар күдіктіде. Тағы да 3 қыз бар ма? Оларда әлі апарып тексерілген жоқ. Жалама, шындық па? Тілшілеріміз күдіктімен арқа тірескен құдайы көршілермен тілдесті. Бір құдықтан су, бір табақтан ас ішкен ауылдастар жас жігіттің 15 балаға азғындық жасағанына сенбейді. Оны өте момын, дінге
берік болатын деп сипаттады. 15 балаға тиісті деп отыр ғой. Ой, жоқ, ондай емес, 15 бала тиіскен жоқ ол. Ондай балаға ұқсамайды тиіскенге бұл. Бұл өйткені момын бала бұл. Әке шешесі де момын, өзі де момын, бала шағасымен момын бұл кісі. Бұл бала. Ешкім не алмайды ол. Өтірік ол. Бұлардың өзі жала жауып отыр. Мүмкін емес ол. Мен білемін ғой, мен келгенме 25 жыл болды бұл үйге келгенме. Әйелге келгенме. Мүмкін емес ол. Осындай азаматтық жасаған. ондай мүмкін емес. Өте момын семья ғой. Өте момын семья, бұл ондайға бармайды. Сонда адамдар өтірік айтып жатыр ма? Білмеймін ғой ол жағын енді. Әртүрлі ақпарат бар ғой енді. Нақты ол жағын мен білмеймін. 15 қызды зорлаған дейді, қаншасы рас? Өтірік нәрсе ма? Сіз ол кісіні танисыз ба, неге Саттар деген кісіні? Енді анау коммунизм баласы ғой, енді жақсы момын бала ғой, 5 уақыт намаз оқитын бала. Момын, өте жақсы тәрбиелі бала. Қайта менің балдарым сондай болса деп жүргенмін. Әсте көршілердің айтқанына сеніп қорытынды жасау қате. Себебі күдікке ілінген жігітке өзгенін емес, өз ағасының қызын зорлады деген айып тағылған. Сондықтан зерттеу жұмыстарын ауыл әкімдігінде жалғастырдық. Тілшілерді қарсы алған әкім орынбасары шағын ауылда 15 бүлдіршін жоқ деп ақталды. Тіпті зорланған балалардың саны 15 деген сияқты түрлі қауесеттер тарап жатыр. Ол қаншалықты рас? Зорланды, зорланбады деп әлі ешкім шешім қойған жоқ, оны нүкте қойған жоқ. Бұл ондай әлеуметтік желіге мен жауап бермеймін. Бұл дақпырт әңгіме ғой ол. Ондай орын алған жоқ бізде. Ондай өтірік. Ол жалған ақпарат. 15-не тиісті ма, 5-еуіне тиісті ма, 1-еуіне тиісті ма, оны мен қайдан білемін? Тексеру жұмыстарын жүргізіп жатыр ғой. Ол мүмкін емес дейсіз ғой шағын ауылда. Мүмкін емес ондай. 15 деген не деген сұмдық? Артынша полиция басқармасы түсініктеме берді. Зәбір көрген балалардың саны 3 деді де, жалған ақпарат таратудың зардабы жайлы анықтап кетті. Түркістан облысында орын алған ер адам тарапынан зорлық-зомбылыққа ұшыраған балалардың саны 15-ге жеткені туралы жарияланған бойынша Түркістан облысы полиция департаменті 2023 жылы 19 қазанда сағат 20:00-ге дейін полиция бөлімдеріне арызданушылардың саны 3 азамат екенін хабарлайды. Түркістан облысының полиция департаменті жалған ақпарат таратқаны үшін Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 274 бабымен жауапкершілікке тарту қарастырылған туралы ескертеміз. Сонымен ресми мәліметке сүйенсек, құзырлы орган қызметкерлеріне 15 емес, тек 3 ата-ана жүгінген. Мүмкін көреміздің осы шығарылымнан кейін қыз ұлдарын дәрігердің қабылдауына апаратын әке шешенің қарасы көбейер. Бұл жағы әзірге белгісіз. Ендігі сұрақ, балаларға қандай қиянат жасалды? Бұл харасмент пе, әлде сексуалдық зорлық па? Шәуілдірде шынымен педофил бар ма? Арнайы шығарылымды